Бақытбек Қалмақбай ата жұртқа жала жапты. Мына Қалмақбай енді нағыз ата жұрттықтардың қазақ үшін тегін істеп келе жатқан қызметтерін көп көріп, оны қыруар ақшаменен күрпілдетіп іске қосып отыр деген күңкілдеген күмәнін әлеуметтік желіде жариялағанын көріп, адам баласы арсыз болайын десе Алладан қорықпайтынын көргендей болдым. Ата жұрттықтар айлық алмайды. Bir ортада бір қазаннан түстік жемейді. Олар түскі тамағын өздері алып ішеді. Болмаса түсті үйлерінен алып келген түстіктерін әрқайсысы сол жерде жылтып жейді. Бұл Серікжан бар кезде бастап қалыптасқан үрдіс. Ал ана Әбілқайыр менен Оралбекке келер болсақ, иә, олар қолында барын ата жұрттан аяған жоқ. Өздері аш жүріп, ата жұрттағы әрбір қайырымдылық іс-шараның басында болып ат салысты. Олар ешқандай контрабандылық жолменен мал тауып, оны ата жұртқа салған емес. Олар бұны малменен айналысқан әжептәуір шаруа қожалықтары бар еді. Қазір ол бизнестері де сарқылып бітті. Бақытбек Қалмақбайдың айтуына қарағанда, айғай аттандайтын әнтей қытайшыл болып жүргендердің артының боғы саси бастады деп, көкек өз атын өзі шақырады демекші, өзгелердің өздерін қытайшыл деп қойған атын нағыз ата жұрттықтарға зорлап таңғысы келіп отырғанда байқадық. Оның айтуына қарағанда, арызданушы Қытайдан келген қазақтарды Астанаға ұшақпен билет алып беріп, топ-тобымен апарып әкеліп жатқан тағы ата жұрт көрінеді. Ақымақ, өзінің опысының арендасын шықпа жаным шықпа деп әрең төлеп жүрген нағыз ата жұрттың қанша арызданушы қазақты Астанаға ұшақпенен ұшырып жатқанын мына Қалмақбай қайдан көріп отыр? Ол айтады, Ерлан Бекмырза деген ата жұртты қаржымен қамтамасыз етіп отыр. Ол темекі аткезшілігіменен айналысатыны шындық болып отыр дейді. Контрабанды тауар Қытайдан келеді. Не Қытайға барады. Оның артында Қытайдың ұлттық қауіпсіздік мекемесінің қолы бар дейді. Ал мына Ерлан Бекмырза сонда контрабанды сауда жасаушы екенде, ол ата жұртты қаржыландырады екен. Ол бұны еш дәлелсіз соқтыртып отыр. Өзі айтпақшы, нағыз қытайшыл Бақытбек Қалмақбай Ерланды контрабандылық жолмен ақша табады, және ұстап шашып ата жұртты қаржыландырады деп оп-оңай соқтыртуы. Егер дәлелі дәл түспесе, өзінің түбіне жететінін білем екен. Егер Ерлан контрабанды сауда істесе, біздің қаржылық бақылау органдарымыз қайда қарап отыр? Оны баяғыда ұстап соттап жібермей. Мен ата жұртты қолдап жүргеніме 2 жылдың жүзі болып барады. Сонда ата жұрт жігіттерінен Ерлан Бекмырза бізді қаржыландырады деген бір ауыз сөз естімеппін. Әрі оны танығанды қойып, аты мына Қалмақбайдан естіп отырмын. Бұл Қалмақбай ата жұртты Көкбазардың алдында отырған кемпірлердің табысыменен қалай асырап отырсыңдар деп өз таңданысында жасыра алмағанын айтып қалады. Бұл қалың ақша Қытайдан келіп жатқан шығар деп күңкілдейді. Әй Қалмақбай, қазірге ата жұрттың ары таза. Қытайшылдар сияқты Қытай фермаларынан оқыр құрып жем жемейді. Олар Қытай қылмысын ашып тұрып, Қытайдың арам жолмен келген ақшасына қарық болып жүр деген арам ойыңды өзіңе қалтыр.
Сен ата жұртты өзің қаржыландырып отырғандай, одан есеп алғың келеді. Сен ата жұртта жариялылық жоқ, істері күмәнді дейсің. Ата жұрт барлық жерде жариялықты сақтап келеді. Аты жөндері, телефондар, номерлары ашық айтылады. Қытайдың өзіндегі өзге ұлттарға жүргізіп жатқан геноцидтік саясатын ашық әшкерелеп келеді. Сен олардың қай жеріне құпиялы көріп отырсың? Сен осы сөзді неге қытайшылдарға айтпайсың? Сен әсілі арақ ішіп, масаң отырып, нағыз ата жұртпенен қытайшылдардың орнын ауыстырып алып отырған жоқсың ба? Сен оралмандардан садаға кет. Ата жұрт шығу тегі белгісіз ақшаменен қаржыландырылып келеді. Қытайдан келген қазақтардың атына кір келтіретін болды деп, қай бетіңменен алаңдаған сыңай танытып, ата жұртқа жала жауып отырсың? Дүмбілез ойыңды ойланбай ортаға салып, ата жұртқа жала жапқаның үшін сені сотқа беріп, жауапқа тарту керек. Өйткені сен тым шектен шығып кеттің. Сен Қытай билігін жақтаймын деп, қазақ халқының талай жерде қарғысына қалып едің. Жүрегіңе тимеген екен. Олай болса, дәлелсіз, дәйексіз сөздерің үшін енді заң алдында жауап беруіңе тура келеді. Себебі жалған сөз таратып, әлеуметтік желіде ата жұртқа, тағы басқа біраз азаматтарға жала жаптың. Жала жабушының жазасы Қазақстан қылмыстық кодексінде тайға таңба басқандай ашық жазылған. Осыны ойыңда берік сақта. Сен әнти қытайшыл деп ата жұртты қазаққа қарсы жұмыс жасап жатыр дегің келеді. Қане айт, ата жұрт қандай қаржылық қитұрқылыққа барды? Сенің сөзінше болғанда ата жұрт көз бояп Қытайға қарсы шыққан болып, Қытайдың қара ұйымдары менен ауыз жаласып, қару саудасы, адам саудасы сияқты істерменен айналысқан Қытайдың қара ұйымдарынан ақша алып, ата жұрт жұмысын жүргізіп отыр дегенге сөзің сайдырып отыр. Қазақ айтады, өзі қара, елдің бәрін қара деп санайды деп. Сен Қытайдың мамасын сорсаң, дүзеп сор. Жұрттың бәрі біз сияқты Қытайдың мамасын сорады деп ойлама. Қытайдың қызыл билігі сендер үшін қымбат. Біз үшін, ата жұрт үшін қазақтың өмірі қымбат. Қиянатқа қарсы күрескен адам қиянатшылдармен бір сапқа тұрмайды. Басын кесіп алсаң, қара жолмен келген ақшадан ауыз тимейді. Құрметпен жазушы Құнанбай Байженұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 4006.